Ой, мынау танк дейтін машина. Танк 500 дейтін. Мынау полный максимальный комплектация ғой, да? Полный максимальный. Фары, диод, линза. Короче, мында бәрі бар. Моторы 3 түк. Так, 2023 жылғы. Пробег неше жүріп тұр? 3500 жүріп тұр. Танк дейтін машина мынау. Парогы міне қозғалмалы, жылжымалы. Қазақша айтқанда сыртын бір түсіріп жіберейін, жауап. Алдынан қарасаң тундраға да ұқсайды, американский машинеге ұқсайды. Артынан қарасаң Rolls-Royce'тың несі? Rolls-Royce Phantom бар ғой, соған келеді арты. 6 цилиндр, 2 турбина, мотор жағы. Коробкасы 9 сатылы. 9 сатылы коробка. Машинаның арт жағынан бастайық енді. Артық пассажирлер отырады ғой. Жалпы мына бүйтіп, мына шторкасы бар, комплектациясында керемет, Mercedes S-класс сияқты. Кожалары да жұмсақ, былғары. Жоқ жұмсақ. Салонның іші. Артта двухзонный климат дейді ғой, сондай. Мына шынтақ қойғышы бар. Память сиденья, панорамный крыша бәрі бар. Орындықтарда міне тоқпен. Жоғары класс машиндерде не бар? Сондайдың бәрі бар ғой. Сатып атсың ба? Жоқ, видео түсіріп атырын. Мына міне шынтақ қойғышы. Мына жерде 9 сатылы коробка, автомат. Қытайдың өзінің разработкасы. Мына жерде жаңа орысша айтқанда блокировка, солардың бәрі бар. Подогрев сиденья енді. Не функция керек, короче, жаныңа не керек, мұнда бәрі бар ғой міне. Мына мониторы түгіл. Анауда несі? Спидометрде дисплей. Электронный бәрі. Потолок крышасы панорамный. Үлкен размері. Мына бәрі түгіл токпен жасайды. Жалпы айдауға болады. Жақсы машина. Енді уақыт көрсетеді. Бұл машинаның качествосын, мықтылығын, сапасында уақыт көрсетеді. Алдың сиденье массаж. Айтайыр, қапталында отырып, дұрыстап бір не беріп жібер, интервью. Қазір. Алдың сиденье массаж. Массаж бар алдыңғы сиденьясында. Так, тағы не бар? Сосын лобовойда спидометр көрсетеді. Лобовойда да бар. Жаңа спидометрін көрсететін. Қыздар жүр. Память сиденье бәрі бар ғой. Мынау міне. Беспроводной зарядка. Беспроводной зарядкасы де бар екен. Дәл 70-тегі дейін беспроводной. Ну, короче, мына светофорда тұрған кезде тоқпен жасап тұрады. Мынаны микрогибрид деп аталады, оны. Ол функция микрогибрид. Короче, мына сосын лепестоктар да бар міне. Спорттық режимде осымен айдайсың. Лепестоктар міне. Осындай машинаның жөн жобасы. Алып айдаңыздар, қараңыздар. Ол коробкасы, бұл 9 сатылы осылы. 9 сатылы. Коробкасы 9 сатылы, бәрі бар. Так, мұнан айттым. Тағы не бар енді? Автономкасы бар. Мәсі светофорға келген кезде сөнет, газ басқанда қалады. Блокировкасы бар. Блокировкасы. Тұрып, паркурда тұрып, газы тормоз түбіне басқандан кейін машина жүрмейді. Тыда тұсада. Газ басқандан кейін ол жүреді. Дұрыс, ол не ғой? Ана функция ғой, мысалы төбеде бір жерде тұрып қалсаң, мысалы подиумдарда жүріп кетпейді, кейін қарай домалақ кетпейді. Домалақ кетпейді. Сосын машина ішінде отырып капот ашып керек емес, май суын қарай бересің. Іштен қарай бересің. Мынау бая ескі не бар ғой?
мына ескі Rolls Royce бар ғой, соның функциясы мынау. 91 жылғы Rolls Royce'ның функциясы бар. Капот ашып жүрмейсің, шуп тартпайсың, короче, іштен көрсетеді бәрін. Іштегі подсветкасы бәрі ауысады іштен. Мына көрініп тұрма, көрінбей тұрма білмеймін, мен сіздерге міне подсветкілері ауысады. Мына жаңағыда звездный потолок дейді ғой. Тоже Rolls Royce'ның функциялары ғой көбі. Мына жерде сол, короче, американский машин, японский машин, европейский, британский, солардың бәрін жинақтап сөйтіп шығарылған машин деп білмеймін, жеке өзімнің ойым сондай. Солардың содағы функциялары бар да, енді звездное небо деген жоқ, енді жаңа звездный потолок. Ол да енді қолдан жасап алуға болады, қалауыңызша да. Артқы семеймесі, екі сиденьісі тоже электро. Артын ашайық, көрек. Бісміллә. Ішкі жағдайы жалпы осылай машинаның. Мынау багажнигі. Багажнигі мынандай. Так, мына орындықтар астынан шығады ма? Электронный. Мына орындықтар былай шығады. Мына жерде бар. Мына жерде бар. Түнет мына жерде де бар екен. Осы кнопкалар арқылы, батырмалар арқылы шығады екен. Артына кондер бәрі бар, үстінен қарастырылған. Двухзонный климат, кондиционер, пылесос. Присоскасы бар екен міне. Мерседестік сияқты. Осылай жалпы машинаның жағдайы. Айдаңыздар, сатып алыңыздар, көріңіздер. Бағасына стоит негізі. Так 30 миллион ғой да? 29 миллион 500. Қазіргі таңда 29 миллион 500 мың теңге тұрады мына машина. Енді қарап отырсаңыз 300-ліктің функциялары бар ғой бұның ішінде да, даже одан да жақсы ішінде функциялары. Бірақ енді уақыт көрсетеді качествосын. Полный ветровик коврик алып біздер. Ветровиктер артқы үшіншісіне де өзіне келеді да, өзінен келеді да. Осылай жігіттер ал. Айдап қараңдар.